Қазақтың барлығы мойындайтын айқын нәрсе алаш азаматтарының бізге қалдырған мұрасы кең байтақ жер, терең ой, биік рух, қайсар мінез. Біз бұны қай кезеңде болмасын жадымыздан шығармай, қай деңгейде болмасын ашық айтуға тиіспіз. Өйткені біз бүгін алашордашылардың армандаған егемен елде өмір сүру бақытына ие болып отырмыз. Сондықтан осы жолда қаншама арыстарымыз саяси нәубеттің құрбаны болды. Бұл ғасыр қасіреті. Қаралы сандар. Қаралы митинг, 1 минут үнсіздік. Гүл шоғын қояйық, білдіріп түсінік. Ақиқат ашылды, толқыны тасыды, зынданға қамалып, 3000 жан атылды. 1921 басталды ауыр жыл, 40 жылға созылды. КСРО-да бұл тағдыр. 3 миллион сотталып, 700-і оқ құшып тоталитар жүйеде 1000 лагер ашылды. Зұлмат та жалғасты, қаншарыс тауасты, 100 мыңдар сотталып, қанша адам шоқ басты. Тәркі де басталды, заң жүріп қатанды, қан дүрмек созылды, 30 жыл қаталды. Әділсіз жандардан қазақтар жаншылды. Саяси желеуден қаймақтар қалқылды. Бұл ащы да болса шындық. Бұл ғасырдың улы қасіреті.